Аш қасқырдың дәмесі. Неше күннен бері қанды аузына қара шыбында ілінбеген бір қасқыр ауылды торып қораға жақын келіпті. Жалғыз тал шиді паналап, жер бауырлап, жан жағын алақтап, бір үйдің іргесіне таяпты. Үй ішінен жылаған баланың даусы шығады. Жылама, қой енді. Жылай берсең, қасқырға бере саламын, депті шешесі баласына. Менің аш жүргенімді ауыл кісілері де біледі екен ғой. Енді жыласа, баласы маған бере салар, деп дәмеленген қасқыр үйдің іргесінде отыра беріпті. Баланың жылауын күтіпті. Сол отырғаннан таңға таянғанша отырыпты. Bir кесе күткеніндей-ақ бала тағы жылапты. Жылама, балам, қасқырға бермеймін. Ол келетін болса, оны ұрып өлтіремін, деп уатыпты шешесі. Адамдардан маған пайда жоқ екен, табанымды жалтыратайын, деп қасқыр орнынан қозғала береді. Таң рауанда батып қалған екен. Тұрып жатқан адамдардың көзіне түскен қасқыр тұс-тұстан тап берген үлкен күштің өтінде қалады. Сөйтіп, баладан дәме қылған аш қасқыр ажалдың қармағына ілініпті.